Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қол жетімді ингредиенттерден тұратын оп-оңай пирог жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен айранымызды құямыз, варенье саламыз, араластырамыз, сұйық май құямыз, 3 жұмыртқа саламыз, електен өткізілген ұнға 1 шай қасық қамыр қопсытқыш саламыз, яғни разрыхитель. Жақсылап араластырамыз. Қалған ұнын салып, тағы да араластырамыз. Жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Бұл пирогқа мен қант қосқан жоқпын. Себебі вареньенің өзі тәтті болғандықтан пирогымыз дәмді болып шығады. Формамызды жақсылап майлап аламыз. Қазір енді қамырымызды құямыз. Не байқадыңыздар ма? Қамырым кішкене қоюлау болады осындай. Силиконовый лопатканың көмегімен осылай жан-жақтарын күрекшемен тегістеп шығамыз. 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Пирогымыздың піскенін осындай ағаш таяқшалармен тексеріп көреміз. Осылай өздеріңізге ұнаған формада кесіп аласыздар. Құрамы да өте қарапайым, оңай, қол жетімді ингредиенттерден тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Эльмира, астарыңыз дәмді болсын.